Қарағандыда кен өндіру, металлургия және көмір өнеркәсібі саласындағы технологиялар мен қондырғылардың 15-ші халықаралық Минтек 2014 көрмесі өтті. Көрмеге Қазақмыс корпорациясы құрамындағы сервистік өндіріс кешені де қатысты. Данная площадка позволяет нам Аталған көрме біздің кәсіпорындарымыздың әлеуетін көрсетуге, шығаратын өнімдеріміз жайлы, көрсетілетін қызмет түрлері туралы айтып беруге мүмкіндік жасайды. Сыртқы рыноктан әлеуетті клиенттер тартуға көмектеседі. Өйткені дәл қазіргі сәтте корпорация негізгі тапсырыс беруші болып табылады және кәсіпорнымызды тапсырыспен толық қамту үшін жан-жақты жаңа клиенттер іздестіруіміз керек. Должны искать новых клиентов со стороны. Сервистік өндіріс кешені өкілдерінің айтуынша, мұндай іс-шаралар бүгінде нәтиже бере бастаған. Көрмеде олар клиенттер ғана емес, стратегиялық әріптестер тауыпты. Бізге итальяндық компаниямен жоғарғы қысымға төзімді жең өндірісі жөнінде жақсы ұсыныс жасады. Фирма AD Machinery деп аталады. Біз корпорация сатып алатын зат пен өзіміз құятын жеңнің темір компоненттеріне кететін шығынын есептеп, техникалық экономикалық негізінен жасап шықтық. Осылайша біз өнімнің өзіндік құнын төмендетіп, корпорация қаражатын үнемдейміз. Сонымен қатар өнімді сыртқа сата аламыз. Басқаша айтқанда, жоба мақұлданды, қаралып шықты. Алдағы уақытта өндіріске бөлек цех беру, сөйтіп жоғарғы қысымға төзімді жең шығаратын өндіріс желісін іске қосу жоспарланған. Жоба корпорация тарапынан түпкілікті мақұлданған жағдайда Қазақмыс аталған өнім өндірісін биылғы жылдың соңында іске қоспақ.